Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып құрам массасын анықтау және тартым есептерін есептеу. Теміржол жұмысының тиімділігіне әсер ететін ең маңызды көрсеткіштердің бірі болып құрамның массасы табылады. Құрамның массасын арттыру теміржол бойының тасымалдау қабілеттілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Өзіндік құнын төмендетеді және тасымалдаудың үнемділігін жоғарылатады. Локомотивтің тартым күші мен қуатын пайдалануды жақсартады. Пойыздар тартымына кететін отын немесе электр энергиясының шығынын төмендетеді. Құрамның шектен тыс салмағын локомотивтің жабдықтарының ерте бұзылуын тудыруы мүмкін. Жол пішіні екі типке бөлінеді. Бірінші типі телімнің ең тік өрілері. Үлкен қашықтыққа ие және бір қалыпты жылдамдықта қол жеткізе алады. Жолдың екінші типіне ұзындығы айтарлықтай қысқа тік өрлер кіреді. Және осы пішінде пойыз бір қалыпты жылдамдыққа қол жеткізе алмайды. Пойыздың жүру барысында бір қалыпты жылдамдық тағайындалған. Ең ауыр өрді қарастырып отырған телімнің есептеме өрі деп атайды. Қарастырып отырған телімнің қашықтығы айтарлықтай қысқа және тіктігі ең үлкен өрді пойыз өзінде кинетикалық энергиясы есебінен алып шығатын өрді жылдамдықты немесе инерциялық деп атайды. Жүк пойыздарының құрам массасын есептеуден бұрын телімдегі жол пішінін талдайды және пойыздың жүруіне ауыр тиетін өрді таңдайды. Локомотивтің есептеме тартым күші мен есептеме жылдамдығын тартым күшін шектей отырып, локомотивтің қуатын толықтай пайдалану бойынша тартым сипаттамасынан белгілейді. Жүк құрамының максималды массасын тіркелген локомотив берілген телім бойынша алып жүруін мына шарт бойынша анықтайды. Яғни, пойыз қозғалысының жылдамдығы есептемеден төмен болмауы керек. Бұл шарт орындалмайтын болса, онда тартым қозғалтқыштарының қызып кетуіне және олардың істен шығуына алып келеді. Есептеме жылдамдығының мәні және осы жылдамдыққа сәйкес келетін есептеме тартым күші локомотивтің төл құжаттағы сипаттамасы болып табылады. Құрам массасы мына формуламен анықталады. Бұл жердегі FKR деп отырғанымыз есептеме тартым күші. P деп отырғанымыз локомотивтің есептеме массасы. IP деп отырғанымыз есептеме өрі. G деп отырғанымыз еркін түсу үдеуі. Омега төбесінде егерде бір үтірмен берілетін болса, локомотивтің қозғалысына келтірілген негізгі меншікті кедергі болып саналады. Егер екі үтірмен берілетін болса, вагон қозғалысына келтірілген негізгі меншікті кедергі болып табылады. Мына формулада біз локомотив пен вагондардың негізгі меншікті кедергілерін анықтайтын формуланы көреміз. Бұл жолдың түріне байланысты, яғни түйіспелі, түйіспесіз екі түрлі формуламен көрсетіледі. Онан кейін 4 осьті, 8 осьті деп бөлінеді. Жүк вагондарына және жолаушы вагондарына арнайы формула беріледі. Мына жерде локомотивтердің есептік параметрлері көрсетілген. Сіз қандай локомотивтің сериясын таңдайсыз, соған байланысты тартымның есептеме күші және жылдамдығы, салмағы, жаңағыдай құрамның жылдамдығы көрсетіледі. Енді сіздерге үйге тапсырма ретінде мына есепті береміз. Яғни құрамның массасын анықтау. Әрбір 4 осьті вагонның массасы 75 тонна. Құрайтын пойыз құрамының массасын анықтау қажет. Қисықта орналасқан тіктігі 11 промилльге, құрайтын есептеме өрде 2T10V тепловозы осы құрамды алып жүре алуын табу қажет. Жол пішіні түйіспелі, яғни бағанағы формулада көргенсіз түйіспелі және